Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электролиттік диссоциациялану механизмі. Өткен сабақта электролиттік диссоциация туралы мәлімет алдық. Онда электролиттер және бейэлектролиттермен танысқан едік. Электролиттер ерітінділері мен балқымалары электр тогын өткізетін заттар еді. Ең маңыздысы электролит пен бейэлектролитті бір-біріне ажырата алу. Демек, ерітінділері мен балқымалары электр тогын өткізетін болса электролит, ерітінділері мен балқымалары электр тогын өткізбейтін, демек электр тогын өткізбейтін болса, олар бейэлектролиттерге жатады. Енді сонда электролиттерге нелер мысал бола алады? Олар біз үшін қазірше үш-ақ қосылыс. Қышқыл, негіз, тұз. Қышқыл, негіз, тұз. Осы үш қана қосылыстардың ерітінділері мен балқымалары электр тогын өткізсе электролиттерге жатады. Ал енді қатты күйдегі қышқыл, негіз, тұздарды айтуға болмайды, себебі қатты күйде олар өткізбейді. Сондықтан анықтаманың өзіне мән беру керек: ерітінділері мен балқымалары. Ал енді бүгінгі тақырыбымызда электролиттік диссоциациялану, яғни электролиттердің иондарға ыдырау механизмімен танысамыз. Олар қалай иондарға ыдырайды? Оны мына келесі суреттен бастасақ, кристалл гидрат, ас тұзының кристалл торы берілген, натрий хлоридінің. Ең бірінші, ас тұзын суға салатын болсақ, су молекуласы негізінен оттегі бар жағы теріс зарядталды демейміз, енді полюстенген болады, сутек бар жағы шамалы оң зарядталған болады. Демек, молекуланың сутегі бар жағы оң полюсті, ал оттегі бар жағы теріс полюске ие. Енді ерітіндіге ас тұзын салатын болсақ, демек тұз салынған кезде осы су молекулалары суға салынған затқа бағытталады. Бағытталған кезде егер кристалдың оң бөлшегі болатын солар өзінің теріс жағымен, ал теріс зарядты бөлшегіне оның оң зарядты бөлшектермен бағытталады. Одан кейін сол иондарға барып бірігіп гидраттанады. Гидраттанғаннан кейін кристалл торының арасындағы байланыс үзіліп, ол ерітіндіге көшіп өтеді, сөйтіп гидраттанған иондарға айналады. Енді осы негізінен электролиттік диссоциациялану механизмінің мәнін ең алғаш орыс ғалымдары Каблуков пен Кисяковский ашты. Олар Менделеевтің химиялық теориясына сүйене отырып, ерітінділерде бос ион емес, мысалға натрий хлоридін иондарға ыдыратсақ, ерітіндіде натрий ионы, тек натрий ионы, қосылған хлорид ионы бос күйінде емес. Олар гидраттан күйінде, яғни натрий ионының да, хлорид ионының да айналасында су молекулалар қоршап тұратынын, мұны осындай иондарды гидраттанған ионда батады, демек су молекулаларымен қоршалған күйде болатынын олар дәлелдеп берді. Демек, байқап тұрған болсақ, заттарды суда еріткен кезімізде заттар бос ион түрінде емес, гидраттанған ион түрінде болады екен. Аррhenius ерітінділердің физикалық теориясын жақтады, ол ерітіндіде иондар болады деп есептеді. Себебі суда еріткен кезде олар электр тогын өткізіп жатыр ғой, демек ерітіндіде ион болатынын анықтады. Менделеев өзінің еру процесін, ерітінділердің табиғатын өзінің гидраттық теориясы арқылы түсіндірді. Бұл деген сөз, заттар суда еріген кезде су молекулаларымен химиялық әрекеттесу нәтижесінде гидраттар деп аталатын тұрақсыз қосылыстар түзетінін көрсетеді. Яғни, еру құбылысы заттың бөлшектерге физикалық бөлінуі емес, жай ғана бөлінуі емес, олар су молекулаларымен қосылып, гидраттар түзетін химиялық процесс екенін айтты. Физикалық құбылыс деген сөз, мысалға, натрий хлоридін суда ерітсем, жай ғана натрий катионы мен хлорид ионына ыдырау керек еді. Ал шын мәнінде ондай емес, олар су молекулаларымен бірігіп, гидраттанған ион түзеді екен. Демек, өзінде басқа бір қосылыстар біріктіретін болса, оны химиялық процеске жатқызамыз. Сол заттардың суда ерігіштігін біз иондық байланысы бар заттармен, одан кейін күшті ковалентті полюсті байланысы бар заттармен түсіндіріп көрейік. Жоғарыда айттық, демек кристалл торлы қосылыстар болса, енді ионда кристалл торы болатын болса,
Zattарды суға салған кезімізде бірінші су молекулалары электролит иондарына қарай бағытталады. Демек, салдым, су молекулалары электролит иондарына қарап қозғала бастайды. Мысалға, оң зарядты ион болатын болса, олар теріс полюсімен, ал теріс зарядты иондарға өзінің оң полюсімен бағыттала бастайды. Бұл бірінші процесс. Одан кейін электролит иондарының су молекулаларымен гидраттануы жүреді. Демек, мына жерге бірге бастайды. Теріс зарядты иондарға оң полюсімен біргеді. Оң зарядты иондарға өзінің теріс зарядты полюсімен біргеді. Сөйтіп, гидраттанады, одан кейін үшінші сатыда электролиттің иондарға диссоциациялануы. Демек, мына жерде кристалл торларының арасындағы байланыстар үзіліп, ерітіндіге иондар өте бастайды. Мына бұл үшінші процесс. Бір-екі ион жаздым, толық жазып отырмадым. Натрий ионы мен хлорид иондары ерітіндіге өтеді. Бұл үшінші процесс. Дәл осылай хлорид иондарға дырайды. Енді күшті ковалент полюсті байланысы бар қосылыстарында суда еру механизмі дәл осыған ұқсас. Тек қана олардың ерекшелігі 4 процесстен тұрады. Ең бірінші демек, молекулаларында күшті ковалент полюсті байланысы бар заттар, бұларда иондық байланысы бар заттар сияқты иондарға ыдырайды. Бұл жағдайда тек қана судың диполдарының әсерінен коваленттік байланыс иондық байланысқа айналады. Жүретін процесстер 4-ке бөлінеді дедік. Бірінші, жоғарыдағы сияқты ерітіндіге суға электролит салынатын болса, ең бірінші су молекулалары сол электролиттің полюсті молекулаларына бағытталады. Одан кейін екінші процесс, электролит молекулалары су молекулаларымен гидраттанады, бірігеді. Кейін электролит молекулалары иондарға ионданады, яғни ионға айланады. Былайша айтқанда, коваленттік байланыстың иондық байланысқа айналу процесі жүреді. Одан кейін соңында 4-ші процесс, электролит молекулалары гидраттанған иондарға диссоциацияланады, бөліне бастайды. Иондық байланысы бар процестері үшеу еді. Бірінші, екінші, 4-ші процестер бар еді. Ал енді ковалентті полюсті байланысы бар қосылыстарда 4-ші қосылды, ол 3-ші ретте. Гидраттанған, жоғарыда айтып кеткен едік біз, судың дипол молекулалары ковалентті полюсті байланысы бар қосылыстарға әсер етіп, оларды иондық байланысы бар қосылыстарға айландырады. Мына осы жерде 3-ші процесіміз электролит молекулаларының иондануы процесі жүреді екен. Енді осы заттар иондарға айналған кезде соның сәйкес келетін атомдарының не айырмашылығы бар? Соған ас тұзы дедік. Ас тұзындағы натрий металы мен натрий катионы, одан кейін хлор молекуласы мен хлор иондарын бір-бірімен салыстырып көрейік. Натрийдің реттік нөмірі 11-ге тең. Электрондық формуласы 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 болады екен. Натрий ионы деген сөз. Бұл сыртқы энергетикалық деңгейіндегі бір электронын беріп жібереді. Нәтижеде 1s2, 2s2, 2p6, 3s0 болды. Демек, натрий атомы мен натрий ионының электрондық конфигурациясында ерекшелік бар екен. Натрий ионы неон инертті газының атом құрылысына ие болады екен. Екінші, оң зарядты ионның радиусы атомның радиусынан кіші. Демек, мына жерде натрий атомында энергетикалық деңгейлердің саны 3 болатын болса, натрий ионында сыртқы энергетикалық деңгейіндегі электрон жұмсалғаннан кейін кетіп қалғандықтан энергетик деңгейлердің саны 2 болып қалады. Сөйтіп, натрий атомына қарағанда натрий ионының радиусы кіші болады. Бұл екінші ерекшелік. Енді металдардың барлығы, сілтірік металдардың көпшілігі күмісте ақ түсті жылтыр металл. Ал енді ас тұзы натрий хлориді, соны суда еріткен кезде, үйде, күнделікті тұрмыста суда ерітетін болсақ, суда тұз ерігеннен кейін мөлдір болып
natriy иондарын biz көзбен көре алмаймыз. Mikroskopпен де көрінбейді. Демек сол натрий ионы біздің көзімізге көрінбей жатыр. Демек ол түссіз екен. Натрий металын суға салатын болсақ, өте белсенді металл болғандықтан сумен шабытты реакцияға түседі, сутек газын түзеді. Ал натрий иондары суға әсер етпейді, реакцияға түспейді. Тек қана сол натрий ионының айналасында су молекулалары бірігіп гидраттанады. Натрий атомы тотығы тотсыздану реакциясында күшті тотсыздандырғыш. Ол демек өзінің сыртқы энергетикалығына бір электрон беріп, натрий ионына айналады. Демек, натрий атомы тотсыздандырғыш, ал натрий ионы, натрий катионы бір электронды қосып алып, натрий атомына өтуі мүмкін. Сол себепті натрий ионы тотықтырғыш қасиет көрсетеді екен. Натрий атомы тотықсыздандырғыш, натрий ионы тотықтырғыш. Ал енді хлормен де танысақ дәл осылай. Хлордың реттік нөмірі 17-ге тең болғандықтан электрондық формуласы 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 болады. Ал хлор ионында минус болып тұр. Бұл деген сөз реттік нөмірі 17-ді болатын болса, соған бір электрон қоссам 18 болады. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 болды. Сыртқы энергетикалық деңгейіндегі электрон саны аяқталып, аргонның тұрақты күйіне өтті. Демек, ерекшелігі атомында сыртқы энергетикалық деңгейіндегі валенттік электрон 3s2, 3p5 болатын болса, хлор ионының сыртқы энергетикалық деңгейіндегі электрондық формуласы 3s2, 3p6 болады екен. Сөйтіп, электрон саны аяқталған күйге өтті. Теріс заряд ион радиусы атомның радиусынан үлкен болады екен. Жоғарыда біз натрийдікін атаған кезде, ол жерде ионның радиусы атомның радиусынан кіші деген едік. Хлор молекуласы, біз хлорлар тақырыбын өткен кезде айтқан едік, ол сары жасыл түсті, өткір иісті улы газ деп айтқанбыз. Ал енді ас тұзын суда еріткен кезде, жоғарыдағы натрий ионы сияқты хлор ионын да суда көрмейміз. Білінбей жоқ болып кетеді. Демек, ол түссіз ион екен. Суда хлорлығы суға салатын болсақ, аздап реакцияға түседі. Сол кезде хлорлы лау қышқылы мен тұз қышқылы түзіледі. Ал хлор ионы суға әсер етпейді екен, натрий ионы сияқты бұларды айналасында су молекулалар қосылып, гидраттанған иондар түзеді. Хлор атомы электрондарды қосып алып, тотықтырғыш қасиет көрсетеді. Ал хлор ионы өзіне электрон қосып ала алмайды. Ол тек қана электрон береді. Сол себепті тотықсыздандырғыш қасиет көрсетеді екен. Мына сіздермен сөйтіп, натрий металы мен натрий ионын, хлор молекуласы мен хлор ионын бір-бірімен салыстырмалы түрде салыстырып көрдік. Қасиеттерінде көрдік. Енді ғалымдардың еңбектеріне тоқталатын болсақ, Кисяковский, орыс ғалымы физик-химик, ол 1888 жылы Менделеевтің ерітінділер туралы химиялық теориясын Аррhenius'тың электролиттік диссоциация теориясымен біріктіру идеясын ұсынды. Қышқылдар суда еріген кезде, біз қышқылдар суда еріткен кезде бұлай иондарға ажыратамыз. H хлорды суда ерітсек, иондарға ажыратамыз H плюс пен хлор минус. Осы жердегі сутек ионы су молекуласымен гидраттанып, су молекуланы қосып алып, H3O плюс ионын түзеді. Мына осы ион аксоний ионы деп аталады. Аксоний ионын барлық суда еритін қышқылдар түзеді. Қышқылдар суда ерігенде аксоний ионын түзеді. Жоғарыда біз диссоциация туралы мәлімет алған едік. Диссоциация деген сөз, демек бұл қайтымды процесс екен. Демек реакция екі бағыттарда жүре береді. Екі бағытта жүргендіктен негізінен диссоциация теңдеулерін құраған кезде қарама-қарсы бағдарша қойылады. Немесе мына белгі қойып реакция теңдеуін жасауға болады. Электролиттердің ыдырауымен қатар ассоциация процесте жүреді. Мысалыға H хлор жоғарыда жазыға мына қарама-қарсы бағдарша қойдық. H плюс хлор минус. Хлор молекулаларын тұз қышқылын суда еріткен кезде сутегі катионы мен хлор анионына диссоциацияланады екен, иондарға ыдырайды. Сонымен қатар бір мезгілде
оң зарядты сутек катионның теріс зарядты хлор иондар бір-бірімен бірігіп, хлор сутек молекуласын түзеді. Мына осыны ассоциация деп атайды. Демек, ассоциация қарама-қарсы зарядталған ретсіз қозғалыстағы иондардың бірігіп, қайтадан электролит молекуласын түзуі ассоциация деп айтылады екен. Келесі. Енді заттар көбінесе суда ерген кезде не жылу бөледі, не жылу сіңіреді. Мына осыны былай түсіндіруге болады. Кристалл тор, мысалы кристалл тор. Осы кристалдық торды бұзуға жұмсалған энергия. Мына кристалл торды бұзу үшін, мына жерде үзу үшін жұмсалған энергия бір деп қояйын. Кристалл торды бұзу үшін жұмсалған энергия диссоциация нәтижесінде, демек, иондарға, молекулар иондарға ыдыраған кезде, мына иондарға ыдырат деп атайын, осы ыдыраған кезінде, бөлінген кезінде энергия бөлініп шығады. Демек, кристалдық торды бұзуға жұмсалған энергия E1 гидраттанған немесе диссоциацияланған кезінде бөлініп шыққан энергиядан мынау көп болса, энергия көп болса, онда еру процесі жылу сіңіре жүреді. Тағы қайталаймын. Кристалдық торды бұзуға жұмсалған энергия диссоциациялану кезінде бөлінген энергиядан көп болса, онда заттың еруі жылу сіңіре жүреді. Демек, аммоний нитраттан, калий нитраттан, калий хлоридін суда ерітетін болсақ, бұл процесс ерітіндінің суымен жүреді, энергия сіңірумен. Мысалға, ыдыста столдың үстіне ыдыс қойып, столдың үстіне партаның үстіне қойып, соны ылғалдап қойып, одан кейін су құйып, үстіне осы тұздарды салатын болсақ, мұздау, салқындау процесс жүреді. Нәтижеде ылғалданған ыдысымыз партаға жабысып қалады. Ал енді екіншісі, осы кристалдық торды бұзу үшін жұмсалған энергия, мына жер бұзу үшін жұмсалған энергия, иондардың түзілуі кезінде бөлінген энергиядан аз болса, немесе диссоциациялау энергиясы кристалдық торды бұзуға жұмсалған энергиядан көп болса, онда энергия сыртқа жылу бөлінеді. Заттар ерігенде жылу бөлінеді. Литий хлориді, кальций хлориді, күкірт қышқылын суда еріткен кезде қызып кету себеп содан. Демек, бұлардың кристалдық торын бұзу үшін жұмсалған энергия иондарға ыдыраған кезде бөлінетін энергиядан аз. Сол себепті қысу арқылы процесс жүреді екен. Тағы қайталап кетеміз. Ерітінді түзілгенде катиондар мен аниондардың гидраттану энергиясының қосындысы кристалдық торды бұзуға жұмсалған энергиядан көп болса, ерітінді қызады. Аз болса, ерітінді салқындайды. Не деп жатыр? Литий хлоридін иондарға ыдыратсақ, литий гидраттанған ионы мен хлордың гидраттанған аниондар түзіледі. Мұна осы гидраттанған иондар түзілген кездегі энергиялардың қосындысы кристалдық торды бұзуге жұмсалған энергиядан көп болса, жылу бөлінеді. Аз болса, онда ерітінді салқындайды. Мұны осыған қарап, кейбір заттардың неліктен суға салған кезде қызуы, неліктен салқындауы осымен түсіндіріледі. Иондық және күшті ковалентті полюсті байланысы бар заттар, демек суда еріген кезде олар оңай диссоциацияланады. Себебі иондық байланысы бар заттардың гидраттануы, күшті ковалентті полюсті байланысы бар заттардың гидраттануы жеңіл жүреді. Енді осы заттардың ішінде суда ерігіштігіне байланысты суда ең жақсы еритін қосылыс бұл қатты заттардың ішінде. Себебі газдар емес, газдарды бұдан да жақсы еритіндері бар. Қатты заттардың ішінде уранил ядатының моногидраты өте жақсы ерейді. Бұл жерде айтып жатыр, 1 литр судағы ерігіштігі 12140 граммға тең. Демек, 1 литр суда шамамен 12 килограмм уранил ядатының моногидраты ерейді екен.
Оны biz salыстырмалы түрде былай айтсақ, 1 литр суда шамамен 2 килограммнан асық қант ериді. 1 литр суда шамамен 400 грамм ас тұзы ериді. 400 грамм. Ал уранил ядатының моногидраты болса 12 килограмм ереді екен. Демек, суда ергіштігі өте жоғары. Каблуков орыс ғалымы, демек ол академик, 1889-91 жылдары Кистяковскийге тәуелсіз өзінің иондардың гидраттану туралы ұғымын енгізді. Ерітінділердің физикалық және химиялық теорияларының негізін қалаған ғалым осы Каблуков. Мына достар, осымен электролиттік диссоциациялау механизмі тақырыбына негізделген сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.